Onun şeyleri оқушылар мақтаныла тиісті. Өйткені Бәукен бүкіл Қазақстанда емес, кезінде Совет одағында белгілі болған үлкен азамат, үлкен батыр азамат. Москваға 110 километр жерде немістер шабуыл жасап, Москваны бүгін аламыз, ертең аламыз деп отырғанда, соның жолын кескен Панфилов дивизиясы, соның ішінде Бауыржан Момышұлы. Бұл кісі жөнінде кезінде көп жазылды, бірақ ұлтшылдық саясатпенен Бәукенге кезінде Совет одағының атағы берілген. Ал енді сол Бәукенге бірінші келін болған менмін. Оның себебі Бәукен соғыстан кейін Калининге, военный академияда сабақ берді. Үйге қайтпады. Ол кісінің отбасы Алматыда тұрды. Ол кісінің бәйбішесі Жамал апам болатынды. Жамал апамның Бақытжан деген баласы болды, жалғыз ұлы, оның алдында бір қызы болды, ол қайтыс болып кетті. Ал Бақытжанның әйелі бүгінгі Зейнеп Ахметова. Ал Бауыржан Калининде жүрген кезде Бақытжан кішкентай ғой, мамасынан ылғи мазалап, папа неге қайтпайды, неге менде аға жоқ деп берген ғой. Содан енді бір күні Бәукенге хат келеді. Сен Лениншіл жаста істеп жүрсің ғой. Бәйбішесі Лениншіл жас деген газет істейтін, қазіргі Жас Алаш газеті. Сол газетте жастар істейді ғой. Сол жастардың ішінен бір балаларды, бір жігітті алып аға жасамайсыңдар Бақытжанға. Мен барғанда менің балам деп есептеймін деген ақыл береді. Сонан енді Лениншіл жаста істеп жүрген кезде Кәкен университеті бітіріп келген жауапты секретар кезі сол бір күні Жамал апам Кәкімжанға менің жолдасым болды кейінгі. Кейін үйлендік біз. Кәкімжан айтады ғой, менің үйде жалғыз ұлым бар, оған аға керек, әкесі аяқта, сен маған ұл боласың ба, үйге жүрсейші, қарағым. Содан енді көп ойланып Кәкен сол үйге барып 4 жыл тұрды. Ол кісінің аты Кәкімжан Қазыбаев. Ол да белгілі адам. Кезінде идеология секретарына шейін көтерілді. 60 жасында өмірден өтті, артында көптеген кітаптары қалды. Ал енді Кәкен сол үйде 4 жыл тұрып, енді үйлену кезінде сұрайды ғой Бәукеннен. Бәукен үйленейін деп едім, ол үшін Ақсу ауданы деген аудан бар. Алматы облысына қарайтын сол жерде бір қызым бар еді, соны әкелейін деп едім деп. Ал мен Кәкімжан Қазыбаевпен бірге бітірдім, 1 жыл бітірдік. Ол кісі журналистиканы бітірді, мен қыздар институтын бітіріп, мен ауылға кеттім, мұғалім болдым. Ал ол кісі Лениншіл жаста әдеби қызметкер болып істеді, одан кейін жауапты қызметкер болып істеді. Сөйтіп мен Бәукеннің үйінде 56 жылы келін болып түстім, табалдырығын. Бірақ Бәукен әкемнің кім екендігін естігеннен кейін Бәукен маған айтты, алғаш кездескенде, сен менің үйімде қызымдай болып жүресің деді. Ал Жамал апам ол менің келінім деп айғайлап жатыр. Менің келінім сенің шаруаң жоқ, менің қара баламның әйелі. Өйткені Жамал апам Кәкімжанды қолына алғаннан кейін оны қара бала деп атағанда, өзінің баласы Бақытжанды сары бала деп атаған. Сол бойынша Бәукен де сары бала, қара бала деп атайды екен. Сөйтіп барып 2 бала Бәукеннің баласы болды, Кәкен туған баласындай болды. Кейін Кәкен Бәукенді рухани әкем деп атады. Өйткені Бәукеннен көп нәрсе үйренді, көп нәрсе үйренді. Бәукен арқылы бүкіл интеллигенциямен, белгілі азаматтармен танысты. Сол үйге қонақ болып жатады ғой, бәрі қонақ болып келеді. Мен сол үйде мен алғаш табалдырығын аттадым. Содан бері 56 жыл келін болып сөйледім. Одан кейін менен кейін пәлен жылдан кейін Зейнеп түсті. Зейнеп Жамал апамды көре алмады. Бәукеннің бәйбішесі Жамал апамды мен көрдім. Мен соғысының қолында болдым. Жамал апам қайтыс болғаннан кейін ғана Бақытжан Зейнепке үйленді. Сондықтан біз Бәукеннің қос келіні болып кейде жүреміз. Ана жылда осы Ақтөбеге келіп кеттім. Бүгінде мінекей шақырумен келіп отырмыз сіздердің алдарыңызға. Осылай қысқаша айтқанда осылай. Енді Бәукеннің отбасында Бәукен өзі сағынып келген адам ғой, елді сағынып келген адам. Олар 39-38 жылы Сибирьде әскери қызметті атқарып жүрген. Содан кейін
Soğukta gitken adamım. Сол пәлен жыл елден жырақ жүріп барып келді. Сондықтан ол халықты өзінің ұлтын соншама сүйгендігі үйінің есігі жабылмайды деді ол кісінің. Сол үйіне күнде адамдар келіп жататын, күнде адамдар келіп жататын. Мен келіп болып түскеннен кейін ол үйде кухнясында жұмыс жасаған жоқпын. Өйткені Жамал апам өте тез адам болатын, және подругасы Фая деген марқұм, ол да өліп кетті. Екеуі кухнядан таңның атып, күннің батуы шықпайтынды. Үзілсіз дастархан жасалынып, қазір дастархан жасалынып болып, бір топ адамды қабылдайды, одан кейін олар кетіп, қайтадан дастархан жасалынып, қайтадан адамдар таң атқан, күн батқанша келіп жатады. Сонда есік ашушы мен болдым. Ол кезде қызметке тұрмаған кезім ғой енді. Келін болып келген кезім, менің жұмысым есік ашатын адамым сонда. Соны Майруға келеді, одан кейін сегізінші гвардияны жауынгерлері келеді, одан кейін Панфиловтың қызы келеді, әсіресе Панфиловтың қызы Валя келгенде балкон ерекше сезіммен қабылдап, маңдайынан сүйіп, осы керемет қасына алып, еркелетіп отырады деді Валяны. Өйткені Панфилов балконның мінез құлқын түсінген, балконды бағалаған 8-ші гвардияның басшысы болған атақты Панфилов, ол балконның әкесіндей болды. Сондықтан Панфилов жөнінде де жазып кетті, Төлеген Тоқтаров жөнінде де жазды. Соғыстың соңғы күндері деген шығармалары бар, ол кісінің Жоларқа деген шығармалар, ол кісінің біздің семьямыз деген толып отырған шығармалар бар. Отставкаға жаңа шыққаннан кейін ол кісі үйге келді. Келгеннен кейін архивін соғыста жазған, хат еткенде жазған, архивте отырып жазған шығармалардың барлығын ящикке салып алып келді ол кісі. Сол шығармаларын, жаңағы жазғандардың барлығын қарап отыратынды. Қарап, сосын керек не дегенді Кәкімжан қаласына қарап алыстан беріп отыратын. Өйткені Кәкен сол жас алашта Баукеңнің шығармаларын, Баукеңнің жас көрген шығармаларын қазақ тіліне аударып, газетке бастырып отырды. Сонда бір күн Жоларқа деген шығармасын берді. Ал сен аударды. Спинаның бас жағын бірінші, екінші бөлімін Кәкен аударды. Аударғаннан кейін енді Баукеңнің әдеті. Кешке жақын, тамақтан кейін ал отырыңдар дейді. Отырам, мен отырам. Кәкен ол оқушы жаңағы шығарманы аударып дауыстап оқиды ғой. Баукең айтып, сосын Жамал апам төртеуміз ғой, Бақытжан ол кезде бала сыртта ойнап кетеді. Шығарманы тыңдап отырған кезде айғайлап жүреді, арыста жетті. Сонда айғайлағанда Жамал апам айтатынды, тез арада арқасын сипап Баукеңді. Баукең балалардың зәресін ұшырды. Балаң жақсы аударып жатыр. А сен орысша ойлайсың да, аударманы жоқ сөзді тыңдамай қаласың дейді. Сосын біраздан кейін Баукең айтады, ладно, я сдаюсь деп қолын көтереді деп. Я сдаюсь деп. Сенің айтқаның болсын. Қара бала екеуің аударғыш болсаң, тағы да әрі қарай аудара беріңдер деп айтады деді. Сол шығармалары сол кезде 7 жаста шетінен әрбір номерінде шығып жатты. Оны халық оқып, Баукеңді бұрынғыдан да кеңірек таныды халық. Баукеңді тануға үлкен ерлік жасаған бұрынғы 7 жас газеті деп айта аламыз. Міне сол оқиғалардың басында ішінде мен болдым. Кешке жақын осы соған аудармасы бүгінгі бітсе, ертеңінен басқа әңгімені айтады. 5 рет жаудың қолында түсіп қалды ғой, қоршауда қалды ғой, 5 рет қоршауда қалды. Сонда ол кісіні ең соңғы қоршауда қалғанда өлді деп ойлаған. Бүкіл әскеріменен уже өлді, жоқ Баукең. Батальонда жоқ, полкыда жоқ, дивизияда құрылды деп отырған ғой. Сонда Баукең не істегенде? Тоғайдың ортасында қалып қойған. Ал Тоғайдың бір шетінде асфальт жол бар, ол жолмен немістер күні-түні ағылып өтіп жатыр. Ал енді Баукең бүкіл әскерлерін сол орманнан өтетін күні бүкіл әскерлерін тамақтандырады. Тамақтандыратын поварлары бар, басшылары бар, солардың бәрін айтады. Бізде қандай азық қалды? Сол азықтың барлығы бүгін түгел азық. Жауынгерлерді тойдыру керек дейді. Жауынгерлерді әбден тойдырып болғаннан кейін түн басталған. Сол кезде түн примерно сол 12 мекен сол кезінде енді Баукең команда береді. Менің артымнан, басқа да командирлерде айтады ғой. Бір жауынгерің
шашау шықпасын. Егер кім артқа қарай тартатын болса, өлім жасасы кесілсін болады деген бұйрық береді. Сонымен бәлкім өзі бастап жаңағы тоғайдан өту керек. Өткенде жаңағы асфальт жолменен немістер кетіп баратқан жолмен жүру керек. Сол немістердің бір уақытта колоннасы үзіліп қалады. Сол үзілген кезде бәлкім сол үзілген жерге кіріп кетеді ғой. Сонда арттары келе жатқан, алыста келе жатқандар ойлайды, ана тоғайда демалып қалған біздің өзіміздің әскерлер екен дейді, айыра алмайды дейді. Сонымен бәлкім сонымен жүріп отыр. Жердің жағдайын осы өте жақсы білген, белгілі жерде тағы да тоғайға кіріп кетеді ғой. Тоғайға кіріп кетіп команда береді, сонда бүкіл жолын. Енді аман-есен өзінің несіне қайтып барған кезде таң алдында қайтып барады. Сол таң алдында жаңағы блиндажына келгеннен кейін әскерлердің барлығы қатарға тұрғызады. Сосын өзі блиндажға кіріп кетеді, сонда отырғандардың бәрі бауыржап кетті, енді жоқ. Бүкіл әскері қырылып қалды деп отырғанда бәлкім көргенде сасып қалған ғой, және онымен бірге бәлкім команда беріп сыртқа шығыңдар. Сыртқа шыққанда барлық жауынгерлер топтаса бұрынғыдан да көп және. Өйткені қасып-пысып жүргендердің барлығы бәлкімнің әскеріне қосылады. Солардың бәрі қосыла келгенде әскердің саны көбейіп, жаңағы сапта тұрған әскерлерді көргенде қатты қуанып қалған. Бәлкім осындай мына қиын кезде керемет тапқырлық жасайтын адам болған, сондықтан оны ерекше панфилов сыйлаған. Панфиловтан кейін кейбір командирлер бәлкім ұнатпаған командир болды. Өйткені ол ұлтшылдығын жасағысы келді. Бәлкім оған көнбейтін адам оқысы. Және маршалдың алдында соғыс жағдайында қартыны көрсетіп, бұл қалай болады деген кезде бәлкім бұл практиканың адам ғой, аналар теорияның адамдар ғой. Сонда қамшымен салып өтті, кадр жыртылып қалады. Енді ондай бәлкім дайын, бірақ құртып жіберуге шамасы жоқ. Сондықтан бәлкім осындай қылықтар үшін Совет одағының батыры деген атақ бермеген. Ал Совет одағының батырын бәлкім кейін алып өзі көрген жоқ. Осындай адам боласа, сол адамның үйінде келін болып түстім. Сол адамның үйінде бізбен бірге жүрген жолдастарымыздың бәрі сол көргенін істейді. Сондықтан бәрі де республикада ең жоғарғы қызмет істеді, атқарды. Ең кішкентайы, ең төмен қызметі мен болатынмын. Мен де 57 жыл Алматы мектебінде сабақ бердім. 57 жылдан кейін 76 жасымда пенсияға кеттім. Қазір Құдайға шүкір жүріп жатырмыз. Басқа сұрақтарыңыз болса соңынан беріскен Ақтөбеден шыққан Алаш партиясының мүшесі Телжан Мамыновтың ұрпақтары шақырылды. Ал Телжан Мамынов болса оқиғаның соңынан келіп 5 адам 16 жылы Германия мен Ресейдің арасындағы соғыстағы Акоп адырылысына алынған 120 мың қазақтың ортасына барып қамқорлығын соққан адам еді. Сол Мәскеуде оқып жатқан соңғы курстағы Телжан Мамыновты ертіп, Минскіде Минск комиссиясы жұмыс жасады. Кейін ауырып сырқап өлгендері болмаса, 120 мың қазақ түгелге жоқ 17 жылдың төңкерістен кейін елге оралды. Міне осы азамат сол Майданнан келе жатып, Уфада темірден жолықты. Сөйтіп 17 жылдың шілде айында шалқар арқылы Ырғызға келіп, уақытша үкіметтің құрылымы Ырғыз уездік азаматтық комитетін құрып, соған өзі басшы болды. Онан соң 19 жылдан бастап жүрген Ұзақбай Құлымбетовпен бірге Совет үкіметін орнату жөніндегі төтенше комиссар Әлиби Жангелдиннің соңына еріп, өйткені екеуі де білімді адам. Сөйтіп 19 жылдан 37 жылға дейін өздері сол тағырлас бірге атылғанға дейін ісе қосып жұмыс жасады. Үшінші ағасы Темірбектің тағыз араласқан Телжан Шонанұлы, оның да ұрпақтары ортамызға ертең келеді. Бұл кісі Байтұрсыновпен бірге 23 оқулық жазған адам, қазақ жер мәселесін тарих дейтін көлемді еңбек жазған. Телжан, Ұзақбай үшеуі Ырғыз уезіндегі Жақсан мешіт дейтін мешітте аралары 3 жастан
bir mешітте сабақ оқып, бір ауылда өсіп, кейін ыбырай ашқан 2 класс орыстардағы үшесі еді. Тегінен Терзан орындарға, Ұзақбай Құлымбет Ақтөбедегі мұғалімдер семинариясында 2 жылда оқыған. Осы біліммен олар 37 жылға дейін халықтың қамын ойлады, сол халықтың қамын жасады. Бүгін қазақ халық жауы деп сөзсіз дәрелер ұшып отырғанда, әлі халық жауы дейтін жазудан ақталмаған Ұзақбай атамыздың қызы отанында орындабайы, жаңағы институтта төрмесі бар, қызымды маңдайын сипап қамқорлық жасаған Баукең. Сондықтан біз енді Баукеңге туысқанымызды есептейміз. Ортамызға келіп отырған сөздің кезегін атамыздың қадір қасиетін терең түсінген қазақ деріндердің біреуіне бірегейін Сейден Ахмет Баукең. Директорге тапсырсам деп отыр.